Бүгінде өңірімізде 152 табиғи монополия тіркелген. Олар 179 қызмет түрін көрсетеді. Жыл басынан осы уақытқа дейін табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаментіне тарифтерді бекітуге 44 өтінім түссе, оның 15-і бекітілген. Осы өткен жарты жылдықта департаментке тарифтерді бекітуге 44 өтінім түсіп, олардың 11-і кері қайтарылып алынды, 15 өнімді қараудан бас тартылды, 3 өтінім қаралуда, барлығы 15 тариф бекітілді. Бір өтінім өткен жылдан қалған 14 өтінім биылғы жыл түсті. Тарифтерді қарау барысында жобаланған шығындарды қысқарту арқылы 1 миллиард 211 миллион 879 мың теңгеге осы тарифтік сметалардың шығындар бөлігі азайтылды. Тұтынушыларға 36 миллион 642 мың теңге кері қайтарылатын болды. Бұл жылу беруші мекеменің шешімі. Олар бұндай қадамға 2014-2015 жылдарға жылыту кезеңі бойынша сыртқы ауаның нақты температурасын ескере отырып, және қызметтердің құнын қайта есептеу жүргізу арқылы барып отыр. Соған қарамай, 1 шілдеден бастап коммуналдық қызметтің бұл түрінің бағасы қымбаттаған. Міне біз өткен жылдың 2014-2015 жылдардағы жылыту кезеңі үшін сыртқы ауаның нақты температурасын ескере отырып қайта есептеу жүргізілді. Соның есебінен Шымкент қаласындағы 3-ші энергия орталыққа тұрғындарға 35 миллион 557 мың 430 теңге тұтынушыларға қайтаратын болды. Жылумен қатар шілдеден бастап көгілдір отын да қымбаттады. Оның себебін және қанша теңгеге өскенін білмек болып, журналистер тарапынан департамент басшысына сұрақтар да қойылды. Алайда бақ өкілдерінің бұл сұрақтарына газға жауапты мекеме басшысының жауап беруіне тура келді. Инвест программа бағдарламамыз бар. Ол жерге біз жаңа модернизация өткізіп жатырмыз қазір. Біздің бағдарлама бойынша 2018 жылы аяқталу керек. Сол себептен біз сол расходтың бәрін соның ішіне енгізіп отырмыз. Өңір халқы еліміз бойынша қымбат электр энергиясын тұтынып отырған тұтынушылардың көшін бастап тұр. Оның да өзіндік себептері бар. Солардың біреуі облысымызда электр энергиясын өндіріп тарататын станциялар мен орталықтардың саусақпен санарлығы ғана. Электр энергиясын өндіруші ұйымдардың шинасындағы босату бағасы, оны ұлттық жаңа компания бар, Кегок акционерлік қоғам, сол Кегоктың бағасы, содан кейін оңтүстік жарық транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тасымалдау бағасы и оңтүстік жарықтың надбавка снабженский үстеме бағасы да. Надбавка үстеме бағасы оңтүстік жарық транзиттің және энергия потоктың 1 киловатт сағат электр қуатына 35-ақ тиын тұрады, 34 тиын. Қағанның барлығы басқа жаңағы немелердің басқа жақтан сатып алған электр қуатының қосындысымен анықталады. Жалпы департаментке жаңадан келген басшысы коммуналдық қызмет құнының өсуіне немесе сапасына байланысты қандай да бір мәселе туындаса, тұтынушылармен жариялы түрде жұмыс істеуге дайынбыз деп бекініп отыр. Дәурен Дүйсебаев, Талғат Қырзалиев, Сұлтан Бақытжанұлы, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.